Қайырлы күн, құрметті де сүйікті барша достар мен әріптестер. Әрбір киноның соңында болатын минуттарға да жеттік. Менің сіздермен қоштасатын уақытым келді. Әр қайсыңызға жеке хабарласып түсіндіргім келсе де, бұл мүмкін емес нәрсе. Ал кез келген жерден әдемі кету қажет. Менің қоштасу монологымды бір жыл бойы кәсіпте бірге істеген барша Фоматим клубына арнаймын. Біріңізбен кәсіпті бірге бастап, біріңізбен жұмыс барысында танысып, талай қиын сәттерді бірге өткіздік. Тәтті де ащы кезеңдер болды. Талай белестерді алдық. Фоматим клубымен бірге өткен уақытым үшін мен мыңда бір алғыс айтамын. Егер біз бұл клубта кездеспесек, сіздің де, менің де өмірім басқаша болар еді. Менің термоядерлі энергиямен жүргізген тікелей эфирлерімде өте көп білім беріліп, мотивация берілген болатын. Егер образды түрде айтсақ, мен тікелей эфирде мыңдаған бөлшектерге шашылып, сіздердің жүректеріңіз бен мияларыңызды жағалайтынмын. Сіздерде енді тек қана бір жол бар. Жетістікке жету. Ешқандай қиындыққа қарамай жетістікке жету. Маған сенбеген адамдарға бөлек алғыс айтқым келеді. Маған негатив айтып, қарсыласқандардың бәріне шын жүректен рахмет айтамын. Сіздер менің одан ары дамуыма мотивация бердіңіздер. Бірақ әр нәрсенің өз уақыты бар. Мен жұқтырып алғаныма көп те болған жоқ. Бәрі мен Шымкентте жүргенде басталған. Бірақ ештеңе етпейді. Мен ешқашан дәл бұлай болады деп ойламаппын да. Ең қызығы, бұл өмірден өзіңмен бірге ештеңе алып кете алмайды екенсің. Көлік, үй, ақша, ештеңені алып кете алмайсың. Бәрі де уақытша, тіпті тәніміз де. Өмірімді мәнсіз, еш пайдасыз, бейшара құсап өткізгенше жетістікке жету үшін барымды саламын деп өзімді әрдайым жұбататынмын. Өмір өте қысқа. Даналар өмір бәріміз білетін қараңғы, салқын көрге қарай жол дейтін. Ал өмірлік мақсат өмірді әдемі, лайықты өткізу. Бұл үшін ақша мен уақыт керек. Әдемі ұшу үшін ақша мен уақыт қажет. Менің басымдағы өзгерістер қайтымсыз процесс еді. Менімен келісетін шығарсыз. Қандай керемет финал, шынымен де. Нөлден бастап мыңдаған кәсіпкерлерден тұратын клубтың негізін қалаушысына дейін өсу және жетістік шыңында кету. Иә, мен білемін, қазір кейбір кісілер көздеріне жас алып, өкініш, қорқыныш сезімдері туындап жатқан шығар. Қалай біз мақсаттың мотивациялық сөздерінсіз, оқуынсыз жұмыс істейміз? Менің кәсібіме не болады? Қорықпаңыздар, сіздерде бәрі жақсы болады. Фоматим клубының мықты администрациясы бар. Ақылды да өз істерінің профессионал лидерлері бар. Қазақстандағы ең мықты бірлігі жарасқан командасы да. Тек қана жалғастыра берсеңіздер болды. Үлкен жетістікке жетесіздер. Сонда міндетті түрде болашақта кездесеміз. Ал біреу мені өлейін деп жатыр екен десе, ж. Тіпті олай ойламаңыздар да. Ұзақ өмір сүреміз. Мен тек Фоматим клубынан кетемін. Мен өмір сүргім келеді. Өзімнің қалаған өмірімді сүргім келеді. Бүгіннен бастап мен өз өмірімді қайта басынан бастаймын. Ал енді мен үшін уайымдап, көзіне жас алып отырған кісілер болса, жыламаңыздар. Бастысы естеріңізде болсын. Өз мақсаттарыңызға жету үшін аянбай еңбек етсеңіздер, жетістікке нақты жетесіздер. Өз істеріңізге адал болыңыздар. Жетістікке жетудің ең оңай жолы ол дамушы ортада болу. Ал сіздерде сондай керемет орта бар. Фоматим. Бұл клуб ары қарай да керемет дамиды деген ойдамын. Фоматим мәңгілік менің жүрегімде қалады. Айтпақшы, мен енді не істеймін деген ойларыңыз бар шығар. Ал бұл жаңа кино. Жаңа тарихи ұлы оқиғаның бастамасы. Жаңалықтардың бәрін келесі шығарылымдардан осы Мақсат Тілеухан YouTube каналынан көре аласыздар. Кездескенше.